Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай лағманның қамырын үй жағдайында жасап, дайындап үйренеміз. Қамырға қажетті заттар: електен өткізілген ұн, жылы тұз қосылған су және 2 жұмыртқа. Қамыр илеу үшін ең алдымен жұмыртқаны жарып, ұнның үстіне салып аламыз. Жылы суымызға тұзды салып дайындап қойдым. Енді оны ақырындап ұнның бетіне салып, қолымызбен жұмыртқаны, суды және ұнды барлығын бірге араластырып, бір-бірімен біріктіретін боламыз. Ұнымызды ақырындап құямыз. Осылай қамыр илеуге кірісеміз. Қолымыздың осындай қимылдарыменен ұнымызбен барлық ингредиенттерді араластырамыз. Нақты қажетті ингредиенттердің құрамы мен мөлшерінің барлығын видеоның соңында описание бөліміне жазып қоятын боламын. Лағманның қамырын илеген кезде видеода көрсетілген судың мөлшерінен көп артық суды қоспауларыңызға кеңес беремін. Себебі лағманға арналған қамыр қатты болып иленгені жақсы. Егер суды көп құйып жіберетін болсаңыздар, ол жұмсарып, өте жұмсақ болып шығатын болады. Артық суды құйған жоқпын, тек қана жаңағы көрсетілген мөлшердегі суды құйып, осылай қамырды жақсылап илеп бір-бірімен біріктіреміз. Қамырды осылай үстінен баса отыра, қалған ұнның түйіршіктерінің барлығын қамырға жинайтын боламыз. Қамырды осылай басқан кезде барлық ұн түйіршіктері жиналып, осындай қатты қамыр иленіп шығады. Дайын болған қамырды тындыру үшін оны арнайы осындай үй жағдайындағы салафанға салып, бірнеше минутқа қойып қоямыз және бетін жабамыз. Менде қамыр 10 минут тұрды. Бетін ашып, салафаннан босатып, оны қолымызбенен бірнеше рет басып дайындап аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей жасап, қамырды бірнеше рет басамыз. Бұл бізде қамырымыздың бір келкі болып шығуы үшін өте қажет. Дайын болған қамырды қайтадан салафанға салып, бетін жауып, тағы да шамамен 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырдың уақыты өткеннен кейін оны тағы да салафаннан босатып, енді қамырды лағманға дайындаймыз. Қолымызбен қамырдың үстін осылай басып шығамыз. Қолымызбен ешқандай да артық ұнды салмаймыз, тек қана қолымыздың көмегімен басып шығып, артынан сұйық майымызбенен бетін майлаймыз. Майланған қамырды пышақпенен осылай кесіп, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Үстелдің үстінде жұмыс жасау оңай болуы үшін кесілген қамырларды сәл жоғарыға қоямыз. Жаятын қамырды осылай қолымызбенен басып, бірнеше рет қысып шығамыз және оны осылай столға қойып, қолымызбенен ақырындап дөңгелете отыра айналдырамыз. Дайын болған қамырды осындай тарелкаға немесе ет табаққа салып, осылай дөңгелетіп қоямыз. Қалған қамырдың барлығын жаңағындай етіп, видеодағыдай барлығын осылай қолымызбенен жайып шығамыз. Оны да осылай тарелкаға салып жинаймыз. Қамырды жинап болғаннан кейін оның бетін міндетті түрде сұйық маймен майлаймыз. Бұл біздің қамырымыздың бір-біріне жабыспай, кейін жайған кезде жеңіл болу үшін істелетін процедура. Сол үшін міндетті түрде май жағуды ұмытпаңыздар. Қамырды осылай бірінің үстіне бірін жинасаңыздар болады. Ешқандай қорықпаңыздар, себебі астында май жағылғандықтан ол бір-біріне жабыспайды. Қамырымыз дайын, оның бетіне сұйық майды жағып, салафанмен бетін жауып, тағы да шамамен 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Ұзақ тұрса да болады, бірақ жарты сағаттан ұзақ уақытқа қалдырмаңыздар. Бетін жауып, осы уақытта қамырды пісіретін суымызды газға қойып дайындап аламыз. Уақыт өтіп болғаннан кейін қамырды салафаннан босатып, оны ары қаратай жаюға кірісеміз. Кейбір кездерде қамырды астынан үстіне қарай аударып жатады. Мен олай істемеймін. Бірден қамырды жаюға кірісемін, себебі наным өте сондай жұмсақ болып тынып тұр. Аударудың қажеті жоқ. Сол себептен осылай қолымызбенен осындай қимылдарға келтіре отыра қамырымызды бір келкі етіп жаюға тырысамыз. Дайын болған қамырды осылай бір жерге жинап, оның бетіне тағы да сұйық майымызды құямыз. Барлық қамырымыздың барлығын осылай видеодағыдай етіп, қолымызбенен сәл ғана баса отыра, осындай қимылдармен қамырымызды жұқалап жаямыз.
Осы қимылдарды қамырымыз толықтай біткенше жалғастыра береміз. Майды жағуды ұмытпаңыздар. Бұл қамырымыздың бір-біріне жабыспауын алдын алады. Міне қамырымыз дайын. Енді оны тағы да бірнеше минутқа тындырып қоямыз. Менде шамамен 10 минуттай тұрды. Бетін міндетті түрде жабамыз. Мен бұл жерде салафанмен, қарапайым үй жағдайындағы салафанды пайдаланып жауып жатырмын. Сіздер орамалмен жапсаңыздар болады. Уақыт өткеннен кейін қамырды алып, оны осылай төменге қарай төңкеріп, қолымызбенен тағы да жаңағындай қимылдарды қайталай отыра жұқалап жаямыз. Қамырды созған кезде қолдарыңызға қатты күш салмауға тырысыңыздар. Егер күш қатты салынып кететін болса, қамырларыңыз біркелкі болып жайылмай, арасында үлкен кішілі үзілістер болатын болады. Қамырымызды жайып болғаннан кейін, созып болғаннан кейін, қолымызбен осылай ұшынан ұстап, қамырды қолымызбен осылай жинаймыз. Видеода сіздерге көрсете алдым деп ойлаймын. Міне осылай жасап қолымызбенен, содан соң оны столға бірнеше рет осылай соғамыз. Содан соң оны осылай столдың бетіне қойып қоямыз. Келесі қамырды да дәл жаңағындай етіп жайып созуға кірісеміз. Қамырды астынан үстіге аударуды ұмытпаңыздар. Олай істеуіміздің себебі астындағы тынған қамыр бір-біріне жабысып қалмау үшін оны осылай аударып жаятын болсақ, өте ыңғайлы болады. Қамырымызды дайындап болғаннан кейін тағы да жаңағындай қолымызбенен қамырды жинап, оны дайындап аламыз. Кейін оны дастарханның бетіне бірнеше рет соғып, оны қойып қоямыз. Лағманға арналған қамырды жасаған кезде о бастан қамырды илегеннен бастап қателік жібермеуге тырысыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз ары қарайда мінсіз болып шығады. Қамырды міне осылай жасап жайып алуға болады, немесе осылай қолымыздың көмегіменен ақырындап бір қолымызбен басып осылай дөңгелетіп, екінші қолымызбен жоғарыдан ұстап тұрып жайсақ та болады. Әркімге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Маған екі варианты да ыңғайлы, мен екеуімен де пайдаланып жасаймын. Лағманды біздің үйде өте сүйіп жақсы көреді. Сол себептен мен бұл тағамды өте жиі жасаймын. Сол себептен сіздерге де осылай жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте сондай жақсы болып шығады. Қамырының барлығы біркелкі, ешқандай да бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетпейді. Суға салып піскеннен кейін ешқашан езілген емес. Сол үшін дәл осылай осы рецептпен жасап, осы техникаларды пайдалануға кеңес беремін. Жаңағы қайнатып қойған суымыз қайнап дайын болды. Енді оның үстіне тұзымызды салып, қамырымызды алып, оны суға салып қазір пісіретін боламыз. Міне осылай үлкен шанышқының көмегімен қамырды суға салдық. Оны міндетті түрде бірден осылай шанышқымызбенен бір-бірімен ажыратып, осылай қолымызбен қимылдарыменен арасынан ажыратып, судың ішіне салып пісіреміз. Міндетті түрде қақпағын жабамыз. Судың бетіне осындай аппақ көбіктер пайда болып, қақпағымыз көтеріле бастағанда қамырымызды алып бірнеше рет араластырып аламыз. Содан соң тағы да қақпағын жауып, шамамен 1 минуттай немесе бірнеше секундтай пісіріп аламыз. Қамырдың суында осындай аппақ көбіктер тағы да пайда болады. Осы кезде біздің қамырымыз толықтай дайын. Оны осылай какпірменен суымыздан шығарып босатып аламыз. Піскен қамырды мен еш уақытта суға салмаймын. Егер суға салатын болсаңыздар, ол былжырап езіліп кетуі мүмкін. Сол себептен мен оны бірден алып, осылай дастарханның бетіне жайғастырып, орналастырып қоямын. Қамырымыз бізде суы керек. Толықтай суығаннан кейін немесе жылы күйінде осылай кішкене ғана сұйық майымызды құйып, барлық қамырды осылай қолымызбенен араластыра отыра, жаңағы қамырменен майды бір-бірімен араластырамыз. Қамырдың барлығы дайын. Міне осылай жасасаңыздар, қамырларыңыз өте сондай жақсы болып шығады. Осы көрсетілген мөлшерде менде 1 кг 253 грамм қамыр шықты. Қалауларыңыз бойынша сіздер оны ұлғайтсаңыздар болады. Тарелкаға салып есептесек, менде дәл осы қамырдан 4 тарелка қамыр шықты. Енді осы қамырдың үстіне подливті құйып, қонақтарға ұсына берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Осы видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Гүлім. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі апта сайын жаңа видео рецепттерді тұрақты түрде сіздерге арнап жүктеп отырамын.
Сіздерге видео ұнаса лайк басуды да ұмытпаңыздар, және комментарий бөліміне сіздерге қандай лағман түрі ұнайтыны жайында немесе өздеріңіз лағманды қалай дайындайтындарыңыз туралы өз пікірлеріңізбен бөлісіп жаза отырсаңыздар болады.